Саламатсыздар ма? Бүгін Google Диск тақырыбын жалғастырамыз. Яғни мәліметтерді қалай көруге болады және өзге адамға жіберуге болады. Google Диск деп браузерден жазатын болсаңыздар, Drive Google.com деген сайтқа кіреміз. Яғни вход в Google Диск деген. Осы жерде әдетте логин пароль сұрайды, өткендегі тіркеп қойған логин парольдарыңызды компьютер памятіне сохранить етеді. Және де мұнда кіргеннен кейін мынау бұлтты платформаның түрлі қызметтерінің ішінен Google Диск деген таңдайсыздар. Қазір енді менде ашық тұр, бұл менің Google Дискім. Ішінде өте үлкен ақпарат көлемі бар. Яғни поштамен даже архивтеген күннің өзінде тасымалданбайтын ақпаратты осы Google Дискке жүктеу арқылы екінші бір жерге доступ аша отырып жіберуге болады. Мына жерде мына бір буманың ішінде менде өте үлкен ақпарат көлемі бар. Яғни әр бір буманың ішінде файлдар бар. Яғни поштамен немесе флешкамен көтеріп жүріп тасымалдауға мүмкін емес ақпараттың барлығына Google Дискті қолдана беруге болады. Енді осы тұрған ақпаратты мен басқа бір министерствоға немесе басқа бір адамға жаңағы беруім керек болса, жіберуім керек болса, мысалы үшін документтер қандай да бір, жіберуім керек болса, онда тасымалдамаймын, ешқайда бармаймын. Осы тұрған Google Дискте папканың үстіне шертіп, мышканың оң жағын шертіп, поделиться деген команда берем. Поделиться, открыть доступ. Яғни жер шарының кез келген жерінде отырған адамға интернетке қосыла алса, компьютері бар болса, доступ ашып жібере беруге болады. Ол өзінде отырып, сол жақтан документті ашып көре береді. Доступ ашу үшін мынау добавьте пользователей деген жерге жаңағы адамның почтовый адресін жазасыздар. Сөйтіп уведомить пользователей, яғни галочка қойып жүрсеңіздер, ол жаққа сообщение келеді. Саған Google Дисктан сообщение келді деп. Бұл жерге мысалы үшін қандай да бір описательный жазып қойып, отправить деген бас саласыз. Сіз ешқайда бармайсыз, ешқайда тасымалдамайсыз. Және сонымен ары қарай доступ ашқаннан кейін мен мысалы үшін Google Дискімді ашамын, сонан соң маған біреу қандай да бір құжаттар жіберген қалай көремін. Яғни міне қараңыздар, создать личный мой диск компьютеры, мына жерде доступные мне деген тұр. Яғни бағанағы маған жіберілген құжаттамалар осы папканың ішінде тұрады. Басамын. Яғни жаңағы сіз жіберген адам Google Дискін ашып, осы жердегі доступные мне деген бетке кіреді. Яғни келіп, жаңа доступ ашқаннан кейінгі келген бумаларды, құжаттамаларды қалай қараймыз. Яғни
сіз жіберген адамда, егер ол адам сізге де қандай да бір құжаттар жіберген болса, мына тұрған қатардан мой диск компьютеры доступные мне деген қатарды таңдайсыз. Яғни бұл сізге келген құжаттамалар. Міне мысалы үшін түрлі құжаттамалар келген. Осы жерден ашып пайдалана бересіз. Мына жерде қараңыз. Поделиться, скачать, яғни кез келген құжатты жүктей аласыз, және өзге де іс-әрекеттер жасай аласыз. Ең маңыздысы бұл жерде скачать болып тұр ғой, яғни өзіңізге жүктеп алып, ашып қарай аласыз. Бұл маған жіберілген доступный мне деген жаңағы түрлі құжаттамалар. Яғни Google дисктің ең маңызды қажеттілігі осы. Яғни бір жағынан ол сізде облачное хранилищеде, яғни бұлтта бүкіл құжаттамаларыңызды сақтайды. Екіншіден, кез келген уақытта кез келген құжатыңызды жаңа флешка көтеріп жүрмей, үйде қалып кетіпті-ау деместен, доступ ашып екінші бір адамға жібере аласыз. Google диск өте үлкен ақпарат көлемі, 15 гигабайт. Менің жаңағы дискімде қанша ақпарат тұрғанын көрдіңіздер. Соның өзінде ол 387 гигабайт орын алып тұр. Әлі орын өте көп. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.